Өңір жаңалықтарына келсек, бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қарттар және мүгедектердің интернат үйіне барды. Облыс басшысы қарияларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, сыйлықтар табыстады. Олардың жағдайымен танысып, қарттар үйін аралап көрді. Толығырақ тілшіміз Жұлдыз Алмасқызы әңгімелейді. Как за вами ухаживают, смотрит? Нормально все? Жаңа жыл қарсаңында қарттар үйіне арнайы барған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев үй тұрғындарын мерекемен құттықтап, жағдайымен танысты. Жаңа жылдық сыйлықтар табыстады. Облыс басшысы құттықтай келе, елбасының сындарлы саясатының нәтижесінде елімізде қарияларға барлық жағдай жасалып жатқанын жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын білесіздер, бірінші күннен бастап. Осы ардагерлерге көмектесу, ардагерлерді қолдау, қазір қандай қиыншылық болса да, мынау 1 қаңтардан бастап жалақыны, жәрдемақыны, зейнетақыны өсіріп, соның барлығы осы сіздерге деген мемлекет басшысының жасап жатқан қамқорлығы. Сондықтан мына басшылықтың атынан сіздерді мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Ең негізгісі дендеріңіз сау болсын. Аман болыңыздар, ұзақ өмір сүріңіздер. Осының барлығы мынау сіздердің арқаларыңызда. Кезінде сіздер үлкен еңбек жасадыңыздар. Осы мемлекет үшін, халық үшін. Сондықтан сіздердің мына мемлекеттің алдында үлкен еңбектеріңіз бар. Біз оны енді түсінеміз, білеміз. Еш уақытта ұмытпаймыз. Ал қариялар өз кезегінде облыс басшысына жылы лебіздерін білдірді. Қариялардың сөзінше, әр мереке сайын студенттер мен еріктілер, түрлі сала қызметкерлер келіп құрмет көрсетеді. Арнайы концерттік бағдарламалар ұйымдастырып, өз тартуларын ұсынады екен. Нам приезжали учащиеся, студенты, ставили нам концерты. Бізді үнемі жастар келіп құттықтайды, қарттарды елеп ескеріп, арнайы сый-сияпат жасап тұрады. Біздер сол үшін алғысымызды білдіреміз. Бір өтінішіміз бар. Біз үшін қарттар үйінің маңынан аялдама салып берсе, жақсы болар еді. Өңір басшысы қарттар үйінің тынысымен танысып, бөлмелерді аралап көрді. Мұнда барлығы 284 адам қамқорлыққа алынған. Оның 111-і мүгедек жандар. Медициналық және әлеуметтік қызметкерлер үнемі жандарынан табылып, қызмет ету міндеттерінен айныған емес. Облыс әкімі оларға жасап жатқан еңбектері зор деп тоқталды. Үлкен бір сауапты, соған мына басшылықтың атынан үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздерді мына келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймыз. Үйлеріңізде қуаныш, құт, береке болсын. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қариялар үйінде олар үшін арнайы кітап сыйла атты акция ұйымдастыру қажеттігін тапсырды. Айта кету керек, бүгінде интернатта кітапхана, жаттығу залдары, тігін және медициналық емдеу бөлмелері жұмыс жасайды. Жұлдыз Алмасқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.